Саламатсызбы балалар, біз қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастаймыз. Біз өткен сабақта анасын сағынған бала әңгімесін өтіп бастадық. Естеріңде ғой, иә? Бүгін сол сабақтың балалар сол сабақты ары қарай жалғастырамыз, яғни сол әңгіменің төңірегінде тапсырмалар орындаймыз деген сөз, иә? Тапсырманы орындамастан бұрын, бүгінгі тақырыпты өтпестен бұрын балалар, иә? Жылда мына бір зымыран сұрақтарға жауап беріп көрейік, иә? Бірінші сұрақ. Әнші баланың аты кім? Әнші баланың аты Сержан. Өте жақсы. Екінші сұрақ. Анасының аты кім? Күміскүл. Күміскүл. Кімнің анасы Күміскүл? Сержан. Тамаша. Анасының аты кім? Мирас? Балмағамбет. Өте жақсы. Ауылға қыдырып келген кім? Есмағамбет. Дұрыс айтады. Келесі сұрақ балалар. Шығарма неліктен анасын сағынған бала деп аталады? Неге? Мирас? Сержан деген бала анасын уайымдап күніге сағынып жүр. Не себеп сағынады анасына, иә? Себебі анасы Алматыда базарда жұмыс істейді. Жұмыс істейді, иә. Демек, Сержан анасын біраз уақыт бойы көрмеген, иә? Сол себептен сағынады. Өте жақсы. Отыра қойыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар? Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәптерді ашып жазып алайық, иә? Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала бақытты сәт деп аталады, иә? Жақсы. Ендеше балалар, мына сұраққа жауап беріңдерші. Бақыт деген не? Бақыт деген не? Нұрсәулет? Бақыт деген бір адамның қуанышы немесе бір затқа қатты қуанғанын айтамыз. Яғни қуанышы, иә? Жақсы, тағы да берейік. Бақыт деген баласы анасымен бірге жүрген. Анамен баланың бірге жүргендігі бұл бақыт, иә? Өте жақсы, тамаша. Еркеназ? Бақыт бұл ата-ананың әрқашан қасында. Ата-ананың әрқашан баланың қасында болуы жақсы. Тағы да бақыт дегенді қалай түсінеміз? Бақытты сәт дегенді қалай түсінеміз? Жалпы біздің өмірімізде барлығымызда бақыттымыз ба? Иә, бақыттымыз. Енді өмірдегі бақытты сәттерден ғана тұра ма? Жоқ. Ақ пен қарасы аралас. Кейде біз бақытты боламыз, кейде қайғырамыз, иә? Бірақ соған қарамастан біздің өмірімізде бақытты сәттеріміз қайғыға қарағанда өте көбірек балалар, иә? Өте жақсы балалар. Тақырып жазып алдық қой, иә? Жазып алдық. Жарайсыздар балалар. Енді бүгінгі оқу мақсаты жақтарға қараймыз. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Бүгін не істейміз деген сөз? Дұрыс айтасыңдар. Образын ашамыз. Кімдердің? Кейіпкерлердің. Тамаша. Өте жақсы балалар. Ендеше ең бірінші тапсырма, дәптерді ашып орындайық, иә? Ең бірінші тапсырма балалар, бұл жеке тапсырма. Кестеге кейіпкердің әрекетін, сезімін, мінезін толтырып жазыңдар дейді, иә? Сұрақ берілген, сол сұрақты төңірегінде жазамыз. Бірінші бағанға кейіпкердің әрекетін жазамыз. Екінші бағанға қандай сезім байқалады сол әрекетте, сол іс-әрекетінде оның қандай сезімін байқады. Үшіншіге бұл оның қандай бала екендігін көрсетеді, иә? Шығармада қанша кейіпкер бар? Екі кейіпкер. Кім? Мансұр? Сержан мен Есмағамбет. Өте жақсы. Сержан, Есмағамбет. Жазамыз дәптерге. Тез. Жаза қойыңдар. Жазамаймыз. Тез сызамызда жазамыз. Сызба жасаңдар.
Нұрбек. Оқыңыз. Кейіпкердің әрекеті. Ән айтқан бала. Қандай сезім байқалды? Сағыныш сезімі байқалды. Бұл оның қандай бала екенін көрсетеді. Мейірімді екенін көрсетеді. Сержан туралы жазыңыз, иә? Өте жақсы, тамаша. Жарас. Кейіпкердің әрекеті Есмағамбетпен кішкентай Сержанмен сөйлескені. Қандай сезім байқалды? Мұңы және қуанышты. Баланың Осы жерде қандай бала екенін көрсетеді. Қандай бала екенін көрсетеді. Мейірімді, анасына жақын екен. Өте жақсы, тамаша. Нұрбек. Кейіпкердің әрекеті әрдайым ән айтып жүреді. Қандай сезім байқалады? Анаға деген сағыныштық. Бұл оның қандай бала екенін көрсетеді. Мейірімді, тапқыр, есте сақтауы, төзімділігі. Анаға деген сағынышы көрінеді ма? Жақсы. Арсен. Кейіпкердің әрекеті Есмағамбет және де кішкентай Сержан. Қандай сезім байқалды? Анаға сағыныш деген сезім байқалды. Ол қандай бала? Ол жақсы бала, мейірімді екенін байқады, иә? Өте жақсы. Мысалы, Сержан баланың іс-әрекеті, өзінің анасын сағынған туралы өлеңі. Мен мұның мынандай сезімін байқадым, мінезін байқадым. Мінезі ашық, мейірімді бала. Бұл оның мынандай бала екенін білдіреді. Сержан тез түсінетін, сағынышы бар бала екенін байқадым. Және де ол өзі әдепті және анасына қамқор және таза екендігін көрсетеді. Сонымен қатар ол өте зерек бала, иә? Өте ақылды бала. Үлкен адаммен қалай үлкен кісілерше сөйлесе алады, иә? Ол Еркеназ. Сержанның әрекеті. Бұл Есмағамбетті түсінуі. Сержанның Алматыға бару керек еді. Бірақ Есмағамбет оны апармауына ол түсінуі болды. Мен оған тәнті болғаным, ол оның адамдық түсінуі туралы. Түсіну қабілеті, яғни ода мықтырақ дамыған, иә? Барлығы түсініспеушілікпен қарайды ол, иә? Жақсы. Таңдар. Арбина. Кейіпкердің әрекеті, анасын сағынған бала қандай сезім байқалады? Сағыныш сезімі байқалады. Бұл оның қандай бала екенін көрсетеді. Мейірімді, есте сақтау қабілеті жақсы екен. Өте жақсы балалар. Ендеше бірінші тапсырмаға балалар, сендерге үлкен рахмет айтамын, тамаша орындадыңдар, иә? Енді дескрипторлар бойынша өздеріне балдарды қойып шығыңдар, иә? Әрекетті жазған болсаңдар 1 балл, сезімін жазған болсаңдар 1 балл, мінезін жазған болсаңдар 1 балл, жалпы бұл тапсырмаға 3 балл қарастырылған, иә? Жақсы балалар. Ендеше біз бұл шығарманы өтіп жатқанымызға біраз уақыт болды, иә? Мазмұны тағы да бір еске алайық балалар, иә? Есіңізге алып, қандай шығарма екендігін сәл есіңізге түсіріңіз. Барайық, бәрі күтіп жатыр. Рахмет, жүрейік. Мама, сенсің ғой дана, мәңгі дос сен ғана. Мама. Әй балақай, сенің атың кім? Менің атым Сержан. Кімнің баласысың? Күміскүлдің. Күміскүл кімнің қызы? Балмағамбеттің. Сен Алматыдан келдің бе? Иә, Алматыдан келдім. Менің мамам да Алматыда. Білемін ғой. Менің мамамды танисың ба? Неге танымаймын? Танимын. Ал сен мені білмеуші ме едің? Мен де атаңмын ғой. Білмеймін. Алматыға барасың ба? Барамын. Мен сені Алматыға алып кетемін. Рахмет ата. Мамаң келді ме? Келді. Қашан? Анау жазда. Қанша алғың келсе, сонша ал балам. Мен мұның қазір біреуін-ақ жеймін. Онда да тәрелкеге салып, ерітіп, қалғанын тоңазытқышқа саламын. Сержанды Алматыға ала кетсем қайтер еді? Оны қайтесің, бейнет қылып. Амандық болса ертең таңертең. Сосын? Сосын осында боламын, сосын жолға шығу керек. Сосын? Сен өзің сосын дей береді екенсің. Жарайды, қайғыланба, мен қайтып ораламын. Бұлғанша гүлім көзде тұңы. Құдайым-ау, дүниеде сәбидің даусынан әдемі, сәбидің даусынан түткен мұңды әуен бар ма өзі? Жүзге толы бөбекпін мен саған.
көргілікпен ала данасың сен маған, данасың сен маған. Есіңізге түсті ма балалар? Шығарма? Біз білеміз бұны, иә, оқыдық, иә. Енді балалар осы неден кейін менде мынандай сұрақтар туындады. Сендерден кішкене бір сұрап өтсем, иә, сол туралы. Есмағамбет баланы, сержанды алғаш көрген кезде, иә, кімнің баласысың деп сұрайды, иә. Сол кезде ол Күміскүлдің деп айтады, иә. Сол уақытта сен неге жаңағы әкеңді айтпайсың деген уақытта балада қандай сезім пайда болады? Неге ол әкесінің атын айтпады? Кімнің баласысың деген кезде? Қалай ойлайсыңдар? Неге айтпады? Еркеназ? Мен ол әкесін көрген жоқ. Әкесін көрген жоқ деп ойлайсың ба? Сол себептен әкесін айтпады, иә? Аха. Неге көрмеді әкесін? Өйткені ол ата-әжесінің қолында тұрды да, ал анасы мен әкесі ажырасқан, бірақ ол ойлаған ғой, базарға барғанда үлкен болғандықтан екеуі адасқан деп. Базар үлкен болғандықтан екеуі адасып кетті деп баланың көңіліне соған сенеді ол, иә. Сол себептен де ол кімнің баласысың деген уақытта бірден Күміскүл айтты, иә, Күміскүлдің баласысың деді, иә. Жақсы, отыра тұрыңдар балалар. Енді тағы бір мынандай сұрақ болады. Жаңа балмұздақ алып жатқан сәті бар ғой, иә, мультфильмде көрген кезде, сол уақытта бала айтады ғой, мен бұның көбін алып алды, иә, сөйтіп, мен қазір бұның біреуін ғана жеймін деді, иә. Оның үстіне оны ертіп барып жеймін деді, иә. Не себепті бала дәл осы жерді нақтылап тұрып айтты? Нұрлыбек? Өйткені оған тамағы ауырды. Ауырады деп кім ұрсады? Анасы мен әжесі ұрсады, иә. Сол себептен ол дәл сол бір жерді нақтылап тұрып айтты, иә. Ал енді ата-әжесі оған балмұздақ алып бере ме? Жоқ. Алып бермейді, иә. Не себепті? Тамағың ауырады деп ойлайды. Сол себептен кішкентай сержан қай атасын көбірек жақсы көреді? Есмағамбет атасын жақсы көреді. Өйткені Балмағамбет атасы, өз атасы оған балмұздақ алып бермейді. Өте жақсы балалар, иә. Енді шығарманың соңына қарай жаңағы кімнің, Есмағамбеттің сержанменен қоштасып кетіп бара жатқан уақытта кішкентай ғана сержанның бөлмесінде отырып, анасының, иә, анасының бейнесін еске алып, жылап отырғанын байқауға болады, иә. Есмағамбет не себепті уәдесінде тұра алмады? Неге алып кетпеді оны Алматыға? Аға, Бекжан. Себебі оның ата-әжесі жібермей қойды. Өйткені Есмағамбетке жүк болады. Ол саған қиындық әкеледі. Саған қиындық әкеледі. Оның анасы жұмыс істеп жүр. Оған қарай алмайды. Уақыты жоқ деп жұмыс істей ме? Балаға қарай ма? Уақыты жоқ оның. Тастап кет деп жібермей қойды, иә. Сол себептен Есмағамбет уәдесінде тұра алмады, иә. Ал енді кішкентай сержан неге жинап отыр? Неге жинап отыр? Аха. Тағы да, Нұрсәулет? Себебі анасын көп жылдар бойы көрмеген, және де ол өз анасын көргісі келгендіктен ол өз көзіне анасының түрін келтіріп жылап отыр. Есіне алып жылап отыр, иә, жақсы. Енді қалай ойлайсыңдар балалар, осы шығармада сержанның ең бақытты сәті ол қайсы? Қалай ойлайсыңдар? Аха, Жанай? Өз атасының Алматыға апаратын естіген. Есмағамбеттің Алматыға алып кетеді дегенді естіген сәті ең бақытты сәт, иә. Тағы да бір сағат бар. Армина? Балмұздақ жеген сәті өте бақытты сәті бала үшін, иә. Ол 4 жаста ма балалар? Сол себептен ол кішкентай нәрсенің өзі ол үшін бақыт, иә. Тағы қай жері? Бекжан? Есмағамбет атасына еркелеп, оның құшақтап отырған кезде. Иә, құшақтап, маңдайынан сүйгені ол үшін бақытты сәт, иә. Тағы да бір бақытты сәті жолға ағасына жиналған уақытта киімдерін айтып бастайды ғой, иә. Мақтанып маған анам алып келген, мамам алып келген деп айтады, иә. Міне сол бір сәтте ол осы шығармадағы ең бақытты сәт болып тұр екен балалар, иә. Өте жақсы. Олар болатын болса, балалар біз ары қарай тапсырмамызды жалғастырамыз, иә. Келесі тапсырма. Біз қазір шығарманы тағы да еске бір түсірдік. Сержан мен Есмағамбеттің кейбір ұмытып қалған жерлеріміз бар болса, образдар туралы, иә, соны еске түсірдік. Келесі тапсырма болар, бұл концептуалды кесте деп аталады. Қолдарында кесте бар, иә. Бірінші бағанға кейіпкер жазамыз, екінші бағанға өмірге қызығушылығы, үшіншіге оның адамгершілік қасиеті, төртіншісіне өз баған. Жоғары, төмен, немесе орташа және себебін жазамыз. Түсінікті ма? Екі кейіпкер аясында жазамыз. Жылдамдатайық, жазамыз. Тапсырмасы құты ғой. Бұл жерде бір кейіпкер жазамыз ба?
Болды ма болды? Кім болды? Кім оқиды? Оқымаған болды. Кімсің? Кейіпкер сержан өмірге қызығушылық, анасының жанында болу, адамгершілік қасиеті, адамдарды түсіне біледі. Өз бағам жоғары, себебі ол өте ақылды, адамдарды түсінеді және де ұқыпты. Өте жақсы, тамаша. Тағы да кім? Еркеміз? Кейіпкер сержан өмірге қызығушы, бұл өмірге сержанның қызығушылығы бұл анасын көру. Адамгершілік қасиеті бұл сүйкімді, кішкентай, түсінуі, дана, зерек, өз бағам жоғары. Өйткені сержанның маған әрекеті ұнағаны. Ұнады ма? Әрекеті сол себепті жоғары бағалайсыз, иә? Тағы да оқиды балалар. Кім оқиды? Аға, мысалы? Кейіпкер Есмағамбет өмірге қызығушылығы, ол балаларды қуантқысы келеді. Адамгершілік қасиеті, өз уәдесінде тұруға қатты тырысады. Өз бағам Есмағамбетке толық баға беремін. Себебі ол балаларды қуантқысы келеді және қасындағы басқа адамдарды да жақсы сезіммен қарайды. Өте жақсы, тамаша. Аға, Нұрбек. Кейіпкер сержан өмірге қызығушылығы, анасының әкесінің құшағын көргісі келді. Адамгершілік қасиеті өте жоғары, бәрін түсінеді, үлкендермен үлкен адам құсап сөйлеседі. Өз бағам жоғары, себебі ол басқа кішкентай балдарға қарағанда үлкен адамдарды тез түсінеді. Балаларға қарағанда, иә? Өте жақсы. Аға, жаңа айтасыз. Кейіпкер сержан өмірге қызығушылығы, анасы көргісі келеді. Адамгершілігі сыйлай біледі. Өз бағам өте мейірімді, ақылды. Өте жақсы. Есмағамбетті жазғандар бар ғой? Бәрі сержанды жаздыңдар ма? Жоқ, мен Есмағамбетті. Есмағамбетті жаздың, иә? Аға. Тағы да кім оқиды? Кім оқиды? Аға, Алсу. Сержан, оның қызығушылығы анасы көруге деп ойлаймын. Адамгершілік қасиеті өте мейірімді және сыпайы. Өз бағам жоғары, себебі ол өте ақылды және үлкен адамдармен үлкен адамдарша сөйлеседі. Өте жақсы. Бар ма тағы да? Арсен. Аға. Кейіпкер сержан өмірге қызығушылығы, анасының жанында күнде болу. Адамгершілік қасиеті өте жоғары, үлкендермен сөйлесе береді. Өз бағам мейірімді және де ақылды. Яғни жоғары баға бересің ғой, иә? Аға. Нұрипа. Кейіпкер сержан өмірге қызығушылығы, анасымен болуы, адамгершілік қасиеті. Оның анасы Алматыда болса да, оны күтіп сағынып жүрді. Өз бағам жоғары, ол ақылды, адамгершілігі бар. Өте жақсы балалар. Енді балалар, Есмағамбет туралы айтайықшы, иә? Біз көбіміз сержан туралы айтқан екенбіз. Есмағамбетті талдап берейікші, иә? Өмірге қызығушылығы қандай Есмағамбеттің? Сержанның анасына қосылып
өмірге қызығушылығы, иә? Тағы да енді адамгершілік қасиеті ше бойындағы. Қандай адамгершілік қасиеті? Қамқор, сосын мейірімді, сөзінде тұруға тырысты, бірақ тұра алмады балалар, иә? Сөзінде тұра алмады, иә? Енді өз бағам деген жерде Есмағамбетке кейіпкер ретінде қандай баға береміз? Жоғары ма? Не себепті жоғары? Орташа баға беретін кім? Не себепті? Себебі ол балаға уәде беріп қойды да, және оған ол өз уәдесін істей алмады, орындай алмады, иә? Демек, баланың үкілеп отырған үміті, арманы, ол не істеді? Үзді, иә? Сержан оған сеніп қалды, анасына барам деп ойлады, бір жыл көрмеген анамды көрем деп ойлады, иә? Сол осы несіне қарап, осы бір қасиеті ғана кімдіге орташа баға беруге бізді не істеп тұр? Мәжбүрлеп тұр балалар, иә? Негізі Есмағамбет те өте керемет кейіпкер, иә? Ол сөзінде тұрғысы келді, бірақ уәдесін орындай алмады. Ал енді уәдесін орындай алмағаннан кейін біз оған орташа баға беріп отырмыз, иә? Жақсы балалар. Дескриптор бойынша балдарымызды қойып шығамыз, иә? Өмірге қызығушылығын, адамгершілігін және өз бағамызды берген болса, 3 балл қоямыз балалар, иә? Жақсы. Ендеше бізде келесі соңғы тапсырма балалар, иә? Соңғы тапсырманы орындаймыз. Бұл енді топтық тапсырма болады. Қазір жайлап шоғырланамыз бір топқа, иә? Мен сендердің қолдарынан мына тапсырманы бердім. Свод талдау деген балалар, иә? Не істейміз? Бірінші тыңдап аламыз. Свод талдау кестесіне кейіпкердің бірінші күшті жағын жазамыз. Бір кейіпкерді аламыз, иә? Есмағамбетті де алыңызшы балалар, иә? Көрейік. Сөйтеміз дағыны күшті жақтарын жазып шығамыз. Одан кейін келесі бағанға астына оның әлсіз жағын жазамыз кейіпкердің. Сосын мүмкіндігін жазамыз. Яғни ол нені өзгерте алады, иә? Одан кейін барып қауіп қатер. Ол кейіпкердің бойында біз іс-әрекетіне қандай қауіп қатер көріп тұрмыз, соны жазамыз. Түсінді ма? Тапсырма? Жайлап шоғырланамыз бір топқа. Сөйтіп тапсырманы орындаймыз балалар, иә? Қағазға орындаған бірге. Соңғы жұмыс орындалсын. Жауапкершілігі көп, балаларды қуантқысы келеді. Адамдардың қарым-қатынасы өте ерекше. Әлсіз жақтары сөзінде тұрғысы келсе де, бірақ тұра алмады. Мүмкіндіктері сержанды анасымен көрістіре алады. Қауіп қатер. Сержанды Алматыда алдап кетуі мүмкін, себебі Алматы өте үлкен және адам өте көп. Өте жақсы, тамаша, өте жақсы. Екінші топ көрейік ба? Күшті жақтары Есмағамбет. Баланы қуантқаны, балмұздақ әпергені. Мүмкіндіктері баланы Алматыға апарып, анасымен қосылы. Әлсіз жақтары уәдесіне тұра алмады және баланы Алматыға апара алмады. Қауіп қатер. Есмағамбет балаға сенбеуі мүмкін, себебі ол уәдесіне тұра алмады. Жарайды, жақсы. Үшінші топ, бұл
Исмағамбеттің күшті жақтары: бала көңіліне жақсы қарады, баланы жылы қабылдады және қуантты. Әлсіз жақтары: уәдесінде тұра алмауы, қолынан ешнәрсе келе алмауы. Мүмкіндіктері: балаға шындықты айтуы. Себебі ода мүмкіндік бола тұра ол айтып үлгермей қалды. Қауіп қатері: баланың жүрегін жаралауы және ол алматыда өзі баланы жоғалтып алуы мүмкін. Мүмкін. Жақсы, балалар өте жақсы. Енді мына бір нәрсені қосып кетейікші өзімнің атымнан, иә. Жаңа Есмағамбеттің күшті жақтарын жазып жатырмыз ғой, иә. Айтып жатсыңдар осындай, мына бір нәрсе. Балаға, Сержанға ана менен әкенің махаббаты жетіспеді ғой, иә. Есмағамбет сол бір махаббатты бір сәтке болса да балаға бере алды балалар, иә. Күшті жағына осы бір нәрсені қосуға бола ма? Болады, иә. Енді қараңдаршы балалар, мүмкіндіктері деген жерге біз барлығымыз Алматыға алып бара алатын еді деп жауап бердік, иә. Алып баруға болатын еді ғой, иә. Не керек еді оған кішкене? Табандылық таныту керек еді, иә. Жоқ, алып барайын, одан кейін өзім әкеп тастайын деген сияқты бір табандылық, мінезінің бір мықтылығы жетіспеді, иә. Жұмсақтау болды осы бір шерті, иә. Немесе ол біріне әлсіз жағы деген жерге жазуға болатын еді, иә. Өте жақсы балалар. Ендеше біз қазір Есмағамбет бойынша сот талдау жасадық, иә. Енді Сержанды егер жазатын болсақ, қалай жазуға болар еді, иә? Айтып көрейікші, мысалы, күшті жағы, Сержанның кейіпкер ретінде күшті жағы қандай? Жанайым? Көңілді, сенімділігі, өзіне деген сенімділігі, одан кейін тазалықты сақтайтын, тазалық сақтайтын, тағы ұқыпты дейді, тағы тез тіл табысып кетеді ол, иә? Тез тіл табысты Есмағамбеттің. Бірден ашылып сөйлесіп кетеді. Ол да күшті жағы жатар, жатар. Енді әлсіз тұстаршы. Сержанның кейіпкер ретінде әлсіз тұсы. Аха, Кәусар? ол адамдарға тезірек сенеді. Тез сенім білдіреді дейді, иә? Сеніп қалады тезірек, иә? Жақсы, тағы да қандай әлсіз жағы бар, тағы да? Аха. Ол ары ертең деген күнді білмейді. Енді ол кішкентай ғой білмегенмен, иә? 4 жаста ғой ол. Жақсы. Енді тағы да бір несі. Оның жаңағы анасы мен әкесі алыста болғандықтан және оларды ұзақ уақыт көрмегендіктен оған махаббат жетіспейді, иә? Сол махаббатты ол жаңағы басқалардан іздеуі осы бір әлсіз тұсына жатады ғой оның, иә? Ол әлсіз тұсына жатқызуға болады. Жақсы балалар. Мүмкіндіктері ше енді Сержанның кейіпкер ретінде қандай мүмкіндіктері бар? Тағы кім айтады? Аха, мүмкіндіктері. Қандай мүмкіндіктер бар? Есмағамбеттің қосылып, мен Есмағамбет атаммен мен де барайын. Мен де барайыншы деп айту керек пе еді, иә? Я жақсы, енді оған да табандылық таныту керек пе еді, иә? Аға, мысалы, Ол өз әже атасына бүйтіп айтуы мүмкін еді. Әже ата, мен бір мезет Алматыға барсам, бір жолға Алматыға барсам бола ма? Мен ол жерде бір күн болса да анаммен көріссем болатын еді ғой. Қайтып келемін деген сияқты, иә? Жақсы. Енді қандай қауіп қатер бар Сержанның? Ол базарда адам көп болғандықтан кейін оның сағынышы ұзаққа шыдамай, ол өзі ата-анасын іздеп Исмағамбеттен алыстап кетуі мүмкін еді. Тағы? Өз-өзінің алдауы. Өз-өзінің алдауы мүмкін, иә? Мәлі барам, не барам деп, иә? Тағы да бір нәрсені қосып кетейік өзімнен балалар, иә? Сержан анасын көргеннен кейін бәлкім ол Алматыдан қайтқысы келмей қалатын шығар. иә, бұл да қауіп қатерге жатады ғой, жылап 4 жастағы кішкентай бала болғаннан кейін қасында қалғым келеді деп, мысалы өзінің жаңағы мінезін көрсетіп, иә, қалып қою мүмкін ғой, иә. Осы бір нәрсені де қосып кетейік, жақсы балалар. Ендеше осы тамаша жұмысымыз үшін бір-бірімізге қол шапалақтап қойсақ болады. Енді балалар біз сабағымыздың бір әдемі бір сәтіне келдік. Бүгінгі сабақ анасын сағынған бала деп аталады, иә. Ана бұл біздің өміріміздегі тірегіміз, ана біз ол өміріміздегі шуағымыз, иә. Үйге кіріп келген уақытта анамыз болса, біздің үйіміз бір жарқырап, бір атмосферасы да басқаша болады, иә. Біздің көңіл күйіміз де басқаша болады. Сондай бір әдемі, сондай бір бақытты сияқты боламыз, иә, анамыз болса. Bir күн анамыз бір жерге қыдырып кетсе, не істейміз балалар? Үйде жалғызсыраймыз, иә, сағынамыз. Үйде бір басқаша сияқты болады. Ішім пысады дейді Нұрасыл, иә. Енді балалар, сол бір анамызды бүгінгі сабағымыз бақытты сәт деп аталады ғой, иә. Бір бақытты етейікші тағы да бір. Анамызға қоңырау шалып, анашым, мені өмірге алып келгенің үшін саған алғыс, мен сені қатты жақсы көремін деген сөз күніге айтпаймыз ғой, иә? Осы сәтті пайдаланып, бүгінгі сабақты пайдаланып, айтамыз ба? Кім хабарласады? Алло, мама.
Бала, мен сізді қатты жақсы көремін. Не болды? Сізге өмірге әкелгеніңіз көп рахмет. Ой, жаным, рахмет. Саған да рахмет, осындай бала болып ақылды айтқаныңызда барлығын жақсы түсініп жасап жүрген үшін саған да көп рахмет. Алло, мама. Мен өмірге әкелгеніңізге рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін. Жаным, онда неге сен қатты жақсы көрдің? Алло, Нашым. Мен сізді қатты жақсы көремін. Өмірге әкелгеніңіз үшін рахмет. Давай. Мен сені жақсы көремін. Жоқ, Ешнәрсе? сен жақсы көремін. Рахмет, давай. Официальный сіздерге. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Өмірге әкелгеніңіз үшін рахмет. Рахмет, давайте. Біз қазір анамызға хабарластық, иә? Бұл да біз үшін бір әдемі, бір бақытты сәттердің бірі. Өйткені күнделікті өмірде анамыздың қаншалықты қымбат, қаншалықты жақсы көретінін біз айта бермейміз, иә? Ал бүгін біз айттық, анамызға керемет бір көңілде болдық, анамыз да бір бақытқа келгенді деп ойлаймын, иә? Сендер де бақытты болдыңдар, кейбіреулеріміз көзімізге жас алды. Осы бір бақытты сәт, бұл енді ұмытылмайтын сәт балалар, иә? Жақсы, бүгінгі сабақ үшін үлкен рахмет айтамын сендерге. Үйге тапсырма балалар, әңгімені тағы да толықтай аяғына дейін болып шығамыз, иә? Келесі сабақта талдау жүргіземіз. Бүгінгі бағалау, жаңа парақшаларды маған бере салыңдар. Бағалау бір екі оқу сөзін ғана мен айта салайын балалар, иә? Мысал ретінде мысалы 9 балл, саяға 7 балл, иә? Мансұрға 7 балл деген сияқты мен нелеріңізді не қалайын? Бағалау парақшаларын аламын, иә? Сабақ ұнады ма балалар? Иә. Ұнаған болса, көп рахмет, сау болыңдар.